Қайырлы таң қазақ елі. Азат Ньюс арнасы келіп түскен жаңалықтармен таныстырады. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Денге саулық, көңілге түгелдік, отбасыларыңызға береке бірлік берсін. Ата-анамыз, туған-туыс бауырларымыз, басымыз аман, болашағымыз жарқын болсын. Ендеше эфирімізді бастаймыз. Эфир тізгінінде Аткен Камиля. Наурыз мерекесіне орай барлық ұстаздарымыз ұлттық нақышта киініп, сабақтарын жүргізіп, өз жұмыстарын жалғастыра білді. Атап айтар болсақ, нөмір 1-ші Азат орта мектебінің іс жүргізушісі Абилханова Сапура және әлеуметтік педагог Амирова Анеля. Экранға назар аударайық. Нөмірі 1-ші Азат орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Молдыбалаева Жамал Жамырхан қызы 4-ші А сыныбы мен 3B тақырыбында әдебиеттік оқу пәнінен өзінің үздік сабағын өткізді. Мақсаты 3B туралы мағлұмат алды. Шығармашылық қабілеттері артып, сөйлеу дағдылары кеңейді және алып тұлғаларға деген сүйіспеншілігі артты. Ал математика пән мұғалімі Жакелина Ғазиза Иргебаевна 9-ші В сыныбы мен упражнение на повторение раздела тригонометрия тақырыбында үлгілі сабақ өткізді. Оны өткізу мақсаты переводить градусы в радианы и радианы в градусы, выводить и применять формулы приведения. Және де бастауыш сынып мұғалімі Джапарова Эльвира Рифкатовна көркем еңбек пәнінен «Еда и напитки в твоей жизни» тақырыбында 4-ші Б сыныбымен сабағын өткізді. Сабақтың мақсаты – развитие умения надеть мир глазами художника, находить общее и особенное в лицах людей. Минус 1/2. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Нөмірі 1-ші Азат орта мектебінің директоры Қошаханова Шолпан Шамғұн қызы наурыз айының 20-сы күні ата-аналар комитетінің төрайымдарымен жиналыс ашты. Жиналыс барысында мынадай іс-шаралар қарастырылды. 1-ші сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. 2-ші каникул күндері атқарылатын іс-шаралар туралы. 3-ші оқушылардың қауіпсіздігінің және оқыс оқиғалардың алдын алу туралы айтылды.
Жаңалықтарымыздың соңын мектеп түлектерінің тілектері мен мектеп оқушыларының, ата-аналарымыздың ізгі ниеттерін тыңдап көрелік. Сюжетті тамашалаңыздар. Нөмірі 1 Азат орта мектебінің құрметті ұстаздары, аяулы директоры Қошаханова Шолпан Шамгунқызы, оқушылар мен ата-аналар. Сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз көктемгі жаңарудың, махаббаттың, ақ пейіл мен татулықтың мерекесі. Ол өткенді саралап, болашағымызды болжайтын ерекше кезең. Ақ ниетпен өткенге салауат айтып, ақ тілекпен жаңа Наурызды қарсы алайық. Отанымызға береке, халқымызға игілік, мемлекетімізге молшылық, ал әр шаңыраққа бақыт пен шаттық тілеймін. Еліміз өркен жайып, Наурыз баршамызға ынтымақ пен сәттілік алып келсін. Дорогие мои, хочу поздравить вас с весенним праздником Наурыз. Пусть этот праздник принесет вам много тепла, солнечных дней и приятных моментов. От всей души желаю благодати, мира, красоты и достатка. Будьте здоровы и счастливы. Наурыз құтты болсын. Дорогие учителя, поздравляю вас с праздником весеннего обновления Наурыз. Пусть Наурыз принесет вам щедрый дастархан, радость и весеннее настроение. Құрметті мұғалімдер мен ата-аналар, оқушылар, сіздерді Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тек зор денсаулық, байлық, шаттық тілеймін. Нөмірі 1 Азат орта мектебінің ұстаздары, оқушылары және ата-аналары, сіздерді бүгінгі келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға құт береке, ырыс несібе, мол бақыт әкелсін. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молағатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, өмірдің кеңейтін кезеңі Наурыз мейрамы құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қайда барсаң да жол болсын. Ұлы халқым тоқ болсын, қайғы уайым жоқ болсын. Қуаныштары көп. Нөмірі 1 Азат орта мектебінің мәдениет министрі Аткен Камиля сіздерді шын жүректен келіп жеткен Наурыз мейрамымен құттықтайды. Құрметті ұстаздар, ата-аналар және де оқушылар, баршаларыңызды 22 Наурыз ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақтың жаңа жылы 22 Наурыз ұлыстың ұлы күні. Баршаңызға құт береке, ырыс несібе, мол бақыт әкелсін. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін кезеңі Наурыз мейрамы құтты болсын. Ата-аналар, оқушылар, сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Отбасыңызда тек қана бақыт болсын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Елімізде бейбітшілік болсын. Осымен жаңалықтарымыз тәмам. Бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше қош сау болыңыздар.